ардагерлері және сол батырлардың ұрпақтары. Сіздерді келе жатқан ұлы жеңіс күнімен халқымыздың тарихындағы ұлы да қасиетті, қанды да қаһарман күннің 80 жылдығымен баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Мен Астана қаласы Қаймұхамедханов атындағы нөмірі 90-шы ұлттық гимназияның 7-ші сынып оқушысы Махмұтов Досымжан Еділұлы. Мен смарт сарбаз халық сайысына D30 зеңбірегін Lego Mindstorms EV3 роботынан жасадым. D30 зеңбірегін қолданылатын сарбаздарды біз артиллерист деп атаймыз. D30 зеңбірегінің калибрін жасау үшін біз осы үлкен және кіші өлшемдегі балкаларды қолдандық. Оның тұрақты бір орында тұру үшін біз осы шарикті қойдық. Оның жүру қозғалысы және ату механизмі үшін біз үлкен моторларды қолдандық. Қазір мен сіздерге ату механизмінің барысын көрсетемін. Ең алдымен біз осы шарикті осы жерге саламыз. Одан соң біз модульдегі моторлар батырмасын басу арқылы немесе блок схемалар программалау арқылы немесе мобильді қосымшалар арқылы осы роботты атқыза немесе жүргізе аламыз. Енді сіздерге ату процесін қалай жүзеге асатынын көрсетейін. Bir, iki, üç. $122 миллиметрлік D30 зеңбірегі жалпы тарихта артиллеристер үшін өте мықты қару болған. Қазіргі таңда бұл жалпы зеңбірек түрін әлі күнге дейін пайдаланатын елдер бар. Соның ішінде біздің Қазақстан әлі күнге дейін пайдаланады. Сол себепті де жалпы балалар арасында да осындай мемлекетімізде мақтан тұтатын сондай бір әскери қызметте жүрген олардың мамандықтары жайында нақты айту, насихаттау бойынша біз осындай жұмысты іске асырдық. Болашақта жалпы балаларды әскери өмірге қызықтыру және әскери өмірдегі жалпы техникамен таныстыру мақсатында бізде осындай жұмыс жасалған болатын. Әрине, смарт сарбаз жобасы аясында. Үлкен рахмет мән беріп қарағандарыңызға. Сау болыңыздар. Техникалық сипаттамалары: калибрі 122 мм, ату қашықтығы шамамен 15,4 км, ату жылдамдығы 6-8 оқ минутына, экипаж саны 6-8 адамды, салмағы 3,21 кг құрайды. Ұзындығы жинақталған күйінде 5,4 метр, биіктігі 1,5 метрді құрайды. Ерекшеліктері: 360 градусқа бұрылу мүмкіндігі. Үш аяқты лафет конструкциясы арқылы зеңбірек кез келген бағытта оқ атуға бейімделген. Тасымалдану оңай, жеңіл көліктермен және жүк машиналарымен тасымалдана алады. Сенімділік пен беріктілік: әртүрлі климаттық және рельеф жағдайларында сенімді жұмыс істейді. Шығармасында Бауыржан Момышұлы 1941 жылы Мәскеу түбіндегі шайқастағы оқиғаларды баяндайды. Сол шайқаста артиллерияның, яғни зеңбіректердің шешуші рөл атқарған нақты әскери терминдермен сипаттайды. Негізгі сәттер, үзінділер мыналар: неміс танкілерінің шабуылына қарсы тұруда зеңбірек батареяларының дәлдігі мен шеберлігі арқасында көптеген шабуыл тойтарыс салған. Қазақ жауынгерлерінің артиллериямен шебер жұмыс істеуі қорғаныс шебін бұздырмай стратегиялық биіктіктерді ұстап тұруға мүмкіндік берген. Зеңбіректердің көмегімен қарсы шабуылға шығуға да жол ашылған. Ғабит Мүсіреповтің «Қазақ солдаты» романында да артиллерия туралы эпизодтар бар.
Бұл эпизодта зеңбірек шабуылының жау шебіндегі бұзудағы шешуші рөлі бейнеленеді. Артиллерия жаяу әскер шабуылына жол ашатын құрал ретінде көрінеді. Жау танкілеріне қарсы ұрыс. Кейін бөлімдерде Қайрош пен оның бөлімшесі неміс танкілеріне қарсы шабуыл зеңбіректердің қалай қолданылғанына куә болады. Қалың орман ішінен атылған снарядтардың ысылдағаны естіледі. Бәрінен соң бірі жарылып, танктер тоқтады. Бұл біздің зеңбірекшілердің дәл атқан оғы еді деп сипаттаған екен.